Қалайсыздар достар? Бүгін биткоин обзорымыз дайын. Жалғыз биткоин емес, бізде эфириум бар, S&P 500 және доминацияға көп көңіл бөлетін боламыз. Енді бізде қазіргі цена $105,130 көрсетіп тұр. Біз енді 105,900 осы аралықты, 105,800-900 осы аралықты мен краткосрочный қысқа уақытта позиция ашқан, примерно 108-109 мыңға барады деген сияқты. Но әлі крупный сделкалар биткоин бойынша ашқан жоқпын. Өйткені неге? Өйткені құлау белгілері бар төмен қарай. Біздегі пландар 94,700 осы аралыққа құлау керек. Осы аралық, екіншіден осы жақтарға құлау керек. Одан кейін үшінші мына жақтарға біздер құлау мүмкіншіліктері болып тұр. Енді осы жерден қалай біздер жасасақ болады, қандай пландар құрсақ болады, соған көшетін болайық. Бізде енді қазір қандай ситуацияда тұр? Қазір бізде мына уровеньнің үстінде қозғалып тұр. 103,700. Енді осы жер кіру керек, негізі тамал ертеректен кіріп қойдым. Но енді пока енді безубыточно тұр, пока минуста емес, плюста тұр емес, ортада тұр деген сияқты. Менің өзімнің сделкам, краткосрочный сделка. Ал егер менде средний сроктарға ашатын болсам, 95 мыңды күтетін болам. Осы жерде мендер ондай қатты үлкен сумма емес, план 2 апталыққа позициялар ашылады. От депозита 3%-ға сатып аламын. Мына жерлерде мен алғаным 0,5-1%-ға жуық сатып алған жерлерім. Минус кетсе, особо маған үлкен шығын келтірмейді. Если мына жақтан уже біздер разумно кірсек болады. Өйткені жақсы объемдар барлығы осы жерде жиналған, потом жақсы уровеньдер осы жерде жиналған. Сол бойынша біздер лонговый позицияларды ашатын боламыз. 94. Енді бұл жерден дальше былайынан қимылдайтын болып жатса, егер де мына жақтан былай келіп, енді бізде негізгі план, менің идеальный планым былай, потом былай, если мына жақта сопротивление қатты болмайтын болса жоғары кетеді. Егерде бірақ мына жерлерде қатты сопротивление бар, одан қарай төмен, былай қарай. Екінші идея осыдан төмен қарай. Енді мына жер ұстай ма, держаться ете ме, етпей ма, особо сильный уровень особо көріп тұрған жоқ. Негізгі цельдер негізі мына $63,000. Осы жерде мен крупный бағаларға сатып алатын боламын, суммаларға. Яғни 2-3 штуктайда жалпы болуы мүмкін. Маған 2 штук мысалы крупный сумма болып көрінеді, біреуге әшейін сумма болып көрінеді деген сияқты ғой. Бірақ анда өзімнің депозитімнің 20-30%-ына осы жерге мен сатып алатын боламын, осы бағаларда. Мына жерлер екеуі средний сроктарға мен сатып алатын боламын, осы жерлердің. Бірақ енді осы средний срок, краткосроктардан біз есептейтін болсақ, осы $95,000 өте жақсы баға болып табылады. Енді түрлі жаңалықтар әлемде нелер болып жатыр, енді көбіне жаман жаңалықтар особо бола қоймаса, төмен қарай құлау ықтималдығы да азаяды деген сияқты. Потом мен доминацияға оралайық. Бізде доминация енді бағымызға орай құлап тұр төмен қарай. Ол бізге нені білдіреді, доминация құлауы? Ол альткоиндардың жоғары қарай уже накопленияның болатынына және жоғары қарай өсетінін айтатын болады бізге. Минималды осы доминацияның құлауы мына 61%-ды жоспарлайтын боламыз. Осы жаққа ол по-любому алдағы уақытта мүмкін 2 апта, мүмкін 1 айдың ішінде осы жаққа барады. Ол кезде бізде мына жаққа құлаған кезде біздердің эфириум және оның артындағы мысалы, например, үлкен лайткоин деген сияқты монеталар, тонкоин, қалған биткоиннан басқа альткоиндардың жоғары қарай үлкен взрывпен өсулерін көретін боламыз. Осыдан кейін барып бізде мына 57-де 58%-терде бізде үлкен лонговый раунд осы жаққа құлайын дегенше біздер әлі мысалға үлкен шорттар ашпаймыз. Мен өзім солай жұмыс жасаймын. Сіздерге де советую. Және де бір нәрсені түсіндіре кетейін. Бізде жалпы телеграм канал бар. Телеграм каналдың ссылкасын мен астына жазып кететін болам. Сол ссылка арқылы кіре аласыздар. Потом мына жақта мен телеграмда не мақсатта қолданамын, не мақсатта сіздер кіргенде пайдалы аласыздар. Мен бұл жақта инвестиция және трейдингке қатысты мәліметтер саламын біріншіден.
одан кейін обзорлардың ссылкасын және обзор не туралы екенін салатын боламын. И сосын мысалға сделкалардың барлығын мысалы ON не деген сияқты, PopCat деген сияқты сделкалардың барлығын мен осы жақта жариялайтын боламын. Қандай позиция сатып алып жатырмын, қандай сатып жатырмын, қандай мен минуспен саттым, қандай мен қаншалықты плюспен саттым. Мысалы ана жерде 76.500 мен позиция ашқам. Ал қазір мысалы биткоин бағасы 105 мың. Мысалға осындай расчеттардың барлығын мен алдын ала салып жоспарлап отыратын боламын. Подписание жасап, одан кейін мына жақтан мысалға маған жазсаңыздар болады. Мысалы админге басып, сол арқылы мысалы кірсеңіздер болады да. Сол арқылы мысалы қандай вопростар сізге туындап тұр, қандай мысалы позициялар бойынша вопростар туындап тұр, одан кейін қандай сұрақтарыңыз бар, барлығын сол жақта жаза аласыздар. Жалпы доминация бойынша бізде осылай пландар. Енді эфириумға оралайық. Эфириум енді 2600 болып тұр. Кеше енді жақсы мына жерде лонговый позициялар болды. Енді біздерде лонг ашылған 2330, қайтадан мысалға лонг ашатын болсақ, мына жерлерді күтетін болам, 2300, 2400. Егер бұдан да төмен құлап кетіп жатса, мына 2152-ден мен ашатын болам. Осы жер бізде үлкен лонговый цель осы жақтарда. Енді эфириумға цельдер апталықта жасалайық. Так, бізде ең бірінші 3000 долларды мен күтетін болам, одан кейін 3500. Пока шорт ашуға, маған енді адамдар жазады, шорт ашса қалай эфириумға осындай деген сияқты. Пока эфириумға шорт өте енді құлап кетуі де мүмкін, бірақ менің ойымша қате. Лучше күтіп лонг ашқан дұрыс астына қарай. Или қазір кішкентаймен мысалы кіріп қойған дұрыс. Ол да болады деген сияқты. Мен енді минималды 3057, 3500 осы бағаларды мен жоспарлайтын боламын. Басқа особо ешнәрсе лонгтан басқа эфириумға ешнәрсе ешқандай да позиция мен көріп тұрған жоқпын. Вот сондай. DXY-ға келсек, DXY төмен қарай құлап отыр. Потом мен алдында мына жақта мынандай әңгімелер айтқан болатын. Так, бізде мына жерде мұнайдың графигіне несіне байланысты бұл біздерге қандай ситуация береді. Яғни бізде мұнайдың құлауы жалпы доллардың, еуроның өсіміне береді. Бірақ енді бұл жолы доллар бір орында сақтап қалуы мүмкін. Бірақ еуроның жоғары қарай көтерілімі жақсы болып тұр, өсімі. Бізде ол еуро USD графигін ашайық. Мысалы қарасаңыздар, енді мына жерлерде мен айтқан болатын, пока 1-2% ғана өсіп тұр, сол қатты емес. Мен енді жоспар мына 1,27 минималды. Так, 1,27 мысалы 12%, мына жақта 19%-ға дейін, жалпы 18-19%-ға дейін өсімдер бар жалпы, жоғары қарай 18-ға қарай өсуі. Сондықтан мен көптеген өзімнің ұстап отқан суммаларды еуромен ұстап отырмын, кэштарды, яғни наличный, былай ақшаларды деген сияқты, банковский счеттағы, потом активтерді мен еуромен сатып алып жүрмін, өйткені актив бір жағына өсіп жатса, потом еуромен өсіп жатырады, сол кезде біздер екі жақты ақша таба аламыз. Еще ақшамызды сақтай аламыз деген менде өзімде тұжырымдар бар. Енді алдағы уақытта оларды жоспарлайтын боламыз. S&P 500-ға оралайық. S&P 500 дәлше бізде лонговый болып тұр. Алдымызда айтқанымыздай 6700-ді біздер күтетін боламыз. Басқа да ешқандай басқа нәрсе жоқ. Потом мен алдында PopCat монетасын берген болатын. PopCat монетасы енді төмен қарай пока құлады. Бұл енді кішкентай монета, особо қатты үлкен монета емес, бірақ енді пока мен өзім позициямды ұстап отырмын. И еще дополнительный үстіне қосып мен монетаны сатып алдым. Осы бағалардан. Кеше 0.6-0.63 осы жерде кіріп болған болады. Мен мына жерден тағы сатып алдым. Енді план менде 0.12 сол жақтарға. Енді бізде мына жақтан дәлше кіретін болса, уже бізде қанша мына жерде 140% бар екен. Мен өзімнің позициямды мен ұстайтын боламын. Потом тонға оралайық. Тон енді бізде тұр, бір орында осының накопление жиналып жатыр.
енді осы айға тағы да тон шамалы өз ақшамның 2-3% сатып алдым. Негізі мына жерлерден сатып алған болатынмын, тағы да мына жерден. И мен енді мына 1.75, 1.8 осы аралықтан тағы да ақшалар бөліп қойып отырмын, негізі сатып аламын деген моментке. Осындықтан мен жоспарлайтын боламын. Потом бүгін жалпы не қалды? Мына жерде PP монетасы қалды. PP монетасы. PP-ні мен 0.18, 0.19 осы аралықта мен жалпы күтетін боламын. Жалпы 0.23 жалпы цельдер осындай минималды. Өзім жалпы PP спотовый позицияларды менде көп. Фьючерсте кеше жай ашқан болатын. Цельдер мына жақта. Всегда позицияларды қайталайтын кезде риск менеджментті біліңіздер. И от депозита енді риск менеджменттің өзінің формуласы бар. Ол керек болса өзіңізге жазыңыздар. Потом енді ол есептей алмай жатсаңыздар, от депозита 2% максимум ғана кіріңіздер. Болды. 1-2% болды. 3% ол өте көп. Соны естеріңізден шығармағандарыңыз жөн. Басқа бүгінге жалпы осы монеталардың барлығын айттым, өзімнің пландарымды айттым. Және де канал жайлы да, YouTube жайлы да информациялар беріп кеттім. Барлықтарыңызға профит пен шығуларыңызға тілектеспін. Пока-пока.